Ұлы Отан соғысының ардагері Жүнісбек Кәрімов 1926 жылы Ақмола облысының Қажымұқан ауылында дүниеге келген. Ол 18 жасында әскерге шақырылды. 3 ай бойы Алматыда майданға дайындалды. 1944 жылдың ақпан айында Жүнісбек Кәрімов Берлиндегі ұрыстарға қатысты. Жауынгерді 348 жаяу әскер дивизиясына жіберді. Майдандағы алғашқы күні ардагердің жадында өшпес із қалдырды. Қанды қырғын болды, жерден де көктен де бомба жаудырды деп есіне алады ардагер. Бірінші күні-ақ оқ жаудырды. Атқанды қойып, қаруымды жерге түсіріп ала жаздадым. Өте қорқынышты болды. Содан адамның нерв клеткалары өле бастайды екен. Сен жауды өлтірмесең, ол сені өлтіреді. Жаяу әскерге жаяу әскер. Әуеден бомбалап, артиллерия, танктер мен катюшалар жерден шабуылдады. Соғыс аяқталуға жақындады. Жеңіс күніне бір күн қалғанда 1945 жылдың 8 мамырында ардагер басынан жарақат алды. Пуля бежал, отстреливался. Оқ каскама тиіп, каска ұшып кетті. Басымнан қан судай атқылады. Мені каска ғана құтқарып қалды. Жүнісбек Кәрімов 7 күн бойы дала госпиталінде жатты. Ол жанарынан айырылдым деп ойлады. Бақытына орай бір аптадан соң көзі қайтадан көре бастайды. Майдангер Эльба өзенінде жүргенде соғыс аяқталды. Соғыс аяқталған соң Жүнісбек Кәрімов Минскке аттанды. Бірақ ол жақта лайықты жұмыс таба алмай Берлиндегі авиациялық училищеге оқуға түсті. Оқуын аяқтаған соң Белоруссияға қайтып, ұшақтың арнайы жабдығының инженер-электригі болып жұмыс істеді. Жүнісбек Кәрімов 1951 жылдың мамыр айында әскерден отанына оралды. Ақмолаға келген соң темір жолға механик болып жұмысқа тұрды. Сол жерде 47 жыл бойы қызмет етіп 1986 жылы зейнетке шықты. Бүгінде ардагер зайыбы Тапура Кәрімовамен бірге Астанада тұрады. Олар 10 шөбере сүйіп отыр. Ұлы Отан соғысының ардагері Жүнісбек Кәрімов пен оның жары еліне шын жанашыр жандар. Олар жастарға денсаулық тек біздің елде емес, бүкіл әлемде бейбітшілік болғанын тілейді. Менің тілегім көп. Менің көргенімді, бастан өткергенімді жастардың түсіне де кірмесін. Адамдар бірін-бірі құрметтеу керек. Жастар біздің болашағымыз. Мен жастарға зор денсаулық тілеймін. Тату өмір сүріп, бірін-бірі құрметтеп жүрсін.